Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі айтатын атақты адам Сон Хе Кьо, оңтүстік Корея актрисасы және модель. 22 қараша 1981 жылы Тегу қаласы оңтүстік Кореяда дүниеге келген. Ол туылғанда өте әлсіз болған, сол себепті ата-анасы және дәрігерлер оның тірі қалатынына сенбеген. Сондықтан ол толық сауыққанда ата-анасы 26 ақпан 1982 жылы туған күнін тіркеген. Оның ата-анасы ерте ажырасқан, Сон Хе Кьоның анасы оны жалғыз тәрбиелеген. Олар Тегу қаласынан Каннам ауданы Сеул қаласына көшіп келген. Каналыма тіркеліп лайк басып қойсаңыздар, менен бақытты адам жақ. Ары қарай кеттік. Сон Хе Кьо Минсу қыздар орта мектебін, Юнкван қыздар гимназиясын, содан кейін Сичон университетін бітірген. Бала кезінде қыз мәнерлеп сырғанаумен, жүзумен және фортепианода ойнаған. 1996 жылы Сон Хе Кьо мектеп оқушыларына киім шығаратын Санкёнг Смарт компаниясы ұйымдастырған модельдік байқауда гран-при жеңіп алды. Ал 2 жылдан кейін ол Бақытты таң телехикаясында өзінің алғашқы рөлін алды. Сон Хе Кьо жүрегімдегі күз, керемет сериалдар, нар тәуекел драмаларында басты рөлді сомдаған соң көрермендердің даңқы мен махаббатына ие болды. Оның ыстық ұя, көңілді және позитивті сериалдағы рөлі актрисаның табысын нығайтты. Сон Хе Кьоның жанкүйерлері оның көп қырлы талантын атап өтеді. Ол трагедиялық және күлкілі рөлдерді оңай ойнайды. Оңтүстік кореялықтар Хе Кьоны ең әдемі Корея елдерінің бірі деп санайды. Кейбірі оны сұлулық құдайы деп те атайды. Мұндай келбеті бар қыздың косметика, киім және зергерлік бұйымдардың жарнамаларында үнемі пайда болуы таңғаларлық емес. Актриса журналдардың мұқабаларында бірнеше рет пайда болған. Сон Хе Кьо өзінің жеке өмірін мұқият жасырады. Жанкүйерлер оның біраз уақыт актер Ли Бен Хунмен, кейін актер Хё Бинмен кездескенін ғана біледі. Актриса корейлік атақты адамдардың бірі. 2017 жылдың 1 тоқсанында ол миллион ақш долларына жуық табыс тапты. Сон Хе Кьо бірнеше рет Голливуд фильмдеріне түсуге шақырту алады, бірақ ол ұсынылған рөлдер оның шығармашылық әлеуетін аша алмайды деп есептеп бас тартады. 2009 жылдан бастап актриса қоршаған ортаны қорғау, атап айтқанда пандалар мен корей құмырсқаларының популяциясын сақтау саласындағы қоғамдық жұмыстармен айналысады. Актрисаның сүйікті тобы Биг Банг. Мен Биг Банг әндерін тыңдаған кезде күш-қуатты сезінемін. Маған олардың сахнада өзін ұстау және еркіндік сезімін көрсету тәсілі ұнайды. Алайда, олардың ешбір концертіне бармағаным өкінішті, деді Хе Кьо сұхбатында. Ал сіздің сүйікті тобыңыз қандай? Комментарийға жазып кетіңіз. Актрисаның соңғы туған күнінде жанкүйерлер оған ерекше сыйлық жасады. Олар Сон Хе Кьоның атынан Сеул ұлттық университетінің балалар ауруханасына 11 миллион 220 мың вон көлемінде қайырымдылық жасады. Жұмыс кестесінің тығыздығына қарамастан, Корей жұлдызы жаттығуға уақыт табады. Ол аптасына кемінде 4 рет жаттығу залына барады. Пилатеспен және созылумен айналысады. Сон Хе Кьо дұрыс тамақтануды қолдайды. Ол фастфудпен газдалған сусындарға қарсы. Еттен гөрі балық пен көкөністі артық көреді. Сүйікті тағамы асқабақ сорпасы. Өзін өзі күтуде Хе Кьо дәстүрлі және прогрессивті әдістерді қолданады. 2 аптада 1 рет ол жұқа әжімдерді кетіру және теріге сау жылтыр беру үшін жұмыртқаның ағуысы мен балдан маска жасайды. Көз айналасындағы теріге жағатын мұзтекшелері оған шаршау белгілерін жасыруға көмектеседі. Әр түнде актриса бетіне матадан маска немесе толтырғыш патчтарды жағады. Сон Хе Кьоның айтуынша бұл өнімдер теріні нәрлендіреді және қартаю белгілерімен күресуге көмектеседі. Ол ұзақ уақыт бойы актерлік өнермен айналысады. Сон Хе Кьо актерлік өнердегі қиындықтары туралы айтты. Ол былай деп түсіндірді: мен ешқашан қойылымға осындай оймен барған емеспін. Сен әрқашан осылай істедің, сондықтан сен жақсы жұмыс істеп жатырсың. Мен көптен бері ойнадым, дегенмен мен үнемі қобалжимын.
Мен ғана емес, кейіпкерлер де мен сияқты қартаюда. Кейіпкерлердің осы уақытқа дейін өмірінде қуаныш пен қайғы болған болуы керек. Мен оны жақсы жеткізуім керек деп санаймын. Сондықтан ойнау қиындап барады деп ойлаймын.